Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға Нұрлан Бекмырзаұлының «Адасқан ұлдардың ақыры» атты әңгімесін оқып бергім келеді. Әңгімемізді бастамас бұрын арнаға тіркеліп алсаңыз деген өтінішім бар. Көктем. Көк шығып, Майтөбенің көркіне көз тоятын кез. Арықтан су ағып, қалың өскен тал терек алыстан көз тартады. Туған жерге топ-тобымен ұшып келген жыл құстары ән салып, даланың сәнін келтіреді. Шашнақтарда індерінен жер бетіне шығып, жүндес томаршадай қаздиып тұр. Қызғалдағы кілемдей жайылып, бау-бақшасы гүлдеп, жұмаққа бергісіз, ауылдың 30 түтіні әр жерге шашырай орналасқан. Күн сәскеге таянғанда, оянған серік, ас бөлмеде шәй ішіп отыр еді. Мал жайғап келген қалқан, ұлының жанына жайғасты да. Ішіп алып, көлік айдағанды қашан қоясың деді. Қойшы көке, ауыл арасы, жас бала емеспін ғой енді, деді серік шамданып. Гәп сол жас бала еместігіңде. Ертең біреуді соғып мүгедек етесің, немесе өзің мертігесің. Естіп көріп жүрген жол апаттары аз ба саған? Сенбе айтқан, деді шәй құйып отырған келіншегі Айданаға алара қарап. Жоқ, деді Айдана жаны қалмай. Келінде нең бар? Түнде миың жегенің жетпей ме? Ас қайырып тұрмаққа оқталған серік, бірінші жыл емес көлік тізгенде жүргенім, қорқпаңыз деп жақтырмай қарады. Отыр, деді қалқан да ашуға мініп. Шөлмек 1000 күн сынбас, бір күн сынар. Бұл жүрісіңді марқұм анаңның көрмеген дұрыс болды, деді де көзіне келіп қалған жасты іркіп. Алдағы жұма анаңның жылдық асын беретінімізді ұмытпаған шығарсың. Ағаларыңмен хабарлас, дайындығымызды көре берейік, деді. Қалқан бөлмеде оңаша отырып қалғанда, өткен өміріне көз жүгірткендей болды. Әкеден жалғыз туып, ерке өссе де, әке сөзіне тоқтаушы еді. Алматыға барып, ауыл шаруашылық институтын бітіргенде, қара шаңырақты ойлап елге оралды. Сол жылы пет училищені бітіріп, Майтөбенің мектебіне мұғалім боп, көрші ауылдан келген Ғалияға үйленген. Сол Ғалиясы 35 жыл ұстаздық етіп, талай жастың сауатын ашып, білімі мен білігінің арқасында ауылдың үлкен кішісіне сыйлы Ғалия апай атанып еді. Бала тәрбиесіне де, үй шаруасына да үлгеретін. Қалқан сапқоз жұмысы деп, ертеден қара кешке дейін үй бетін көрмейтін. Көктемде трактормен жер жытып, күзде комбайнмен мақта тереді. Осылай басталған еңбек жолы оны сапқоз директорлығына жетелеп әкелді. Жаңағы ұлымен болған әңгімеден соң қалқанның қам көңілі босап, қырау шалған сақалын жас жуды. Көлігін қыздырып тұрған серік қасына келген Айдананы байқамай қалды. Селк кетті де. Не болды, деді. Атаға қалай сөйлейсің? Ішкеніңді қашан қоясың? Сендерге не болған өзі бүгін? Отасқанымызға 5 жыл болды. Ұл туып бер маған, сол кезде қоямын, деді де көлігіне отырып кетіп қалды. Бұл сөз Айдананың жарасын тырнап өтті. Мүсәпір міскінінде қала берді. Серік әкесінен аумайды. Ұзын бойлы, аққұба, ат жақты жігіт. Үйдің кенжесі. Колледжді бітірген соң мектепте 2 жылдай мұғалім болып жұмыс істеді де, қағазбастылығы тексеруі көп, айлығы аз деп шығып кетті. Содан бері әкесінің ескі жигулиін жүргізіп, қала мен ауыл арасына адам тасиды. Анасы дүниеден өткелі күнәра мас болып келетінді шығарды. Қалқанның ойын, әй, Қалқан барсың ба, деген дауыс бөліп жіберді. Бойын түзеп қарап еді,
қашанғы әдеті бойынша шахмат тақтасын құшақтап келе жатқан Шарын екен. Шарын осы ауылдың көзі, құлағы. Түннің жарымында ауылға кім келіп кетті, кімнің үйінде не болып жатқанынан хабардар болып жүретін қарағы жан. Өмірі ештеңеге көңілі толмаған, бетің бар демей торасын айтатын, жұрттың бәрін сынап, сыбап жүретін қытымыр шал. Бұл ауылда Қалқанның Шарыннан басқа замандасы қалмаған. Мінездері шағыспаса да зейнетке шыққалы, екеуінің де ермегі шахмат ойнау. «Ассалаумағалейкум», деді Шарын ас бөлмеге кіре беріп. «Уағалейкум салам, қалайсыз Шәке? Жоғалып кеттіңіз ғой», деді Қалқан. Шарын жайғаса беріп. «Қыдырып қайттым». Қалқанға анықтап қарап алды да, «Көзің қызарып кетіпті ғой, қаңғысымың дұрыс па?» деді. Қалқан, «Бәрі дұрыс, бастайық», дей салды, еріксіз езу тартып. Фигуралар орындарына қойылып болған соң, Шарын ойын үстінде әңгімесінің түймесін ағытты. «Үлкен қызымның үйіне бардым. Алматыға. Ой, қала әптен өзгеріпті. Баяғы Алматы жоқ. Шах, тоқташы, сен өзі дұрыс ойнамай отырсың. Не болды саған? Не ойлап отырсың?» «Шекай, сізден ештеңе жасыра алмайсың. Баланың күйігі да ішкенін қоймай жүр. Түнде сенің Жигулин екеңде көшеде жыландай ирелеңдеп жүрген. Әй, сау емес-ау деп едім. Ішпей қайтеді. Дүкенге кірсе көздің жауын алар. Әдемі жапсырмасы бар арақ пен шарап. Көз тартар түрлі түсті шөлмектегі сыраның неше түрлі мен мұндалап тұр. Иманы әлсіздің шайтан арбауына түсуі қиын емес қазір. Намаз оқу керек балаңа. Намаз оқығаннан да көріп отырмыз. Ортаншы ұлыңды айтасың ба? Жүріңіз деймін. Мына шалдың білмейтіні жоғау, деді ішінен. Сонымен күйеу баланың көлігімен жүрміз. Құдай-ау, көшеге көлік сыймайды. Кептеліс деген пәле жүргізбейді. Осы көліктен түсіп, жаяу жүріп кеткім-ақ келеді. Оны қош, әсем ғимараттар да біраз бой көтерген екен. Бірақ бар ғой, жанармай құятын бекеті, көлік жөндейтіні, жуатыны тағы бар, бей-берекет салына беріпті. Ал кафе, сауна дегендерден аяқ алып жүре алмайсың. Жол бойына бір жарнаманы көзім шалт, шөлмектегі сыраның суретін айнытпай салыпты да астына алкогольсіз деп жазыпты. Ол қай бір жылы ішімдікті жарнамалауға тыйым салған соң шығарған қулығы ғой пысықтардың, деді Қалқан. Бір күні алкогольсіз арақ, қуатсыз героин шығарар әлі. Қалқан Шарынның бар ынтасымен беріле, ашына айтқан мына сөзіне бір күліп алды. «Саған шақ және мат», деді Шарын. «Әбден күш жиып келіпсіз ғой», деді Қалқан екінші рет ұтылғанына сенгісі келмей. Шарынның жүздері жадырап. «Сенің көңілің алаң. Сол үшін ұтылдың. Кәне тағы ойнайық» деп еді. «Намаз уақыты болып қалды. Ертең сіздің үйде жалғастырайық», деді Қалқан. Ойынға құмары қанбай қалған Шарын амалсыз үйіне қайтты. «Шыға берісте, ертең міндетті түрде кел», деді қимастықпен бірі қарап. Қалқан кешкі ас үстінде Серіктің көзіне тура қарап отырып, «Берікпен хабарластың ба?» деп сұрап еді. Серік жүзін төмен салып, «Сайлау алды, жұмысым көп, барсам сол күні барамын», деді. Еріктің нөмірі өшірулі. «Жеңгемнен сұрасам, өзім де білмеймін қайда екенін» деп айтты, деп жауап қатты. «Қалаға барып естерінен ауысқаннан сау ма?» деді Қалқан салы суға кетіп. Қалқан түн ауғанша көз ілмеді. Таң ата ұйықтады. Түсіне Ғалиясы кірді. Көңілсіз жүр екен. Түрі де бір түрлі. Бет жүзі нұрланып, әдемленіп кетсе, бірде сұрланып тұрып алды. Бірдеңе айтқысы келеді, айта алмады. Бір кезде көптің арасына сіңіп жоқ болды. Қалқан оны іздей берді. Күн баласына мейірлене қараған ананың көзіндей нұрын шашып, май төбені еркелетіп тұрғандай, түнде сіркіреп өткен жауынның сызы сезілмейді. Қалқан 5-6 қойы мен жалғыз сиырына шөбін салып, қиын тазалады.
келініне су тасып берді де еріне басып Шарынның үйіне тартты. Бармаса жас баладай ренжіп қалатынын білет. Шарын Қалқан келгенде қатты қуанды. «Кемпір, шай бер бізге!» деді сәлемнен соң. Ойын қызып жатты. Негізінде Шарынның Қалқанды жеңуі сирек. Көбіне Қалқан өзі ұтылады, ойын болсын деп. Бүгін Қалқан ұтылып жатқан Шарынның тыраштанған түріне қарап мырс етті де, әңгімеге тартайын, қазір жарылып кетер деген оймен. Айтпақшы, жол қалай екен Алматыға дейін деді. Бұрынғысынан шамалы түзелген, мінгеніміз ескі автобус екен, жайдақ жалқыға мінгендей жамбасым тесіліп кете жаздады. Бензин қымбат деп жол кіресі де аспандап кеткен, деді Шарын. Ойын баяу жүріп жатты. «Мен саған бір қызық айтайын», деді Шарын бір кезде. «Көп қабатты үйге сыймайды екенсің. Зеріккен соң көшеге шықтым. Бірінші қабат бірімен бірі жалғасқан дүкендер екен. Бірінің маңдайына «Одежда на вес» деп жазып қойыпты. Бұнысы несі? Киімді де таразыға тартамай екен? Картоп болса мейлі. Сөйтсем, ана европалықтардың тозығы жеткен киім кешегін әкеліп, таразыға тартып тұрып сатады екен. Шәке, бүлінгеннен бүлдірге алма дегенді ұмыттық қой. Жерімізден ядролық отын банкін ашайын деп жатқанда киіміңіз не тәйірі? Бәрі бір сасық иске құмар жаман. Мұрынсыңдар деген бе? Қоқыс жәшігіне айналып біттік десейші. Бәрекелді, жақсы ойын болды, деді Шарын Қалқанның ферсісіне көз алмай қарап. Қалқан: «Мен тұрайын, уақыт болды. Жұма күні Ғалияның жылдығасын бермекпіз. Келіңіздер», деді де үйіне қайтты. Шарын Қалқанды жібергісі келмегендей соңынан біраз жерге дейін ілесіп барды. Шарын орта бойлы, көсегісі. Қалқаннан 5 жас үлкендігі бар. Жас күндерінде бәлендей араласпаса да, екі қария осы күнде сырлас досқа айналған. Бүгін Майтөбенің жұрты Ғалияның жылдығасына түгел жиналды. Құда жекжаттың да біразы келді. Ет пісіп, қамыр салынғанда Берік те келді. Төрде отырған Шарын әкесінің жанына отыра берген Берікті қасына шақырып алып: «Қалқанның осы баласы жарады, облыс әкімінің орынбасары. Ой, айналайын, үй шаман ба?» деді де шай іше отырып ойында жүргеннің бәрін айтты. Арысы Қытай мен түрік, берісі өзбек пен қырғыздың тіккен киімін киіп жүрміз. 300 мың халқы бар. Біздің аудан мақта өсіретін республикамыздағы ірі аудандардың бірі. Қасанғы еккен мақтаны алып сатарлардың қалтасын қалындатып шетелге асырамыз. Киім тігетін фабрикаларды қашан саласыңдар? Жұмыс іздеп қала безген жастарды ауылға қайтып қайтарамыз. Кейбіреулері мақта егуге субсидия ала алмай жүргендерін айтса, кейбірі биыл мақта бағасы қанша болады екен деп сұрап жатты. Ұлының ел азаматы болғанына Қалқан іштей толқып қуанып отырды. Ет желініп, сұрақ жауаптар иелеріне жетіп, бір шама тыныштық орнағанда: «Қалқан, молда қайда?» деді Шарын. «Молда өзіңіз», деді Қалқан. «Сенің ортаншы ұлыңды айтамын». Жаңа ғана мақтаныштан марқайып отырған Қалқанның көңілі пәссейіп назары түсті. «Кеше хабарласқанмын, Ерік Пәкістанға кетіпті», деді Берік. Әкімнің орынбасары айтқан соң, онда не істейді, жұмысының аты не деген сұраулар қойылмады. Ерік былтыр анасының жаназасында ауыл имамымен сөзге келіп, Құран өлілерге емес, тірілерге арналған, ас берілмесін деп айды аспанға бірақ шығарған. Жасы 30-дан жаңа асса да қаба сақал қойып, әйеліне хиджаб кигізіп, нағыз тақуа адамдай ұстады өзін. Алғашында ел сөзін елемей жүрген Қалқан кейіннен ұлының алған бетінен қайтпасын шын аңғарды. Қарсы тұра алмады. Ерік ел аяғы сирегенде: «Көке, шариғатта айтады, әйелі қайтыс болған ер адам 3 күннен кейін үйленуге қақысы бар деп. Жетісі өткен соң әрекетіңізді жасай беріңіз», деген. Қалқан
ақтан тигізіп сөйлейтін адам болмаса да, айшықты сөз айтуға тырысып, «Ей, айналайын, қазақ пен араптың діні бір болғанымен ділі бөлек. Анам өлді деп қайғырып отырған баланы көріп отырғам жоқ сенен. Дәл қазір бұл сөзді мен сенен естимін деп ойламап ем. Мені тірідей өлтіргің келмесе, ана сақалыңды ал, қазаққа ұқсап жүр. Әкесі тірісінде сақал қоймаған қазақ атаң. Айтқаныма көнбейсің бе? Маған қараңды көрсетпе» деген. Ерік содан кейін ауылға келуді қойған, бауырларымен де араласпайды. Ас желініп, Құран бағышталған соң, ел үйде-үйіне тарасты. Қалқан Берікпен дұрыстап сөйлесе алмады. Жұмысым көп, ертең маңызды кездесуім бар деп кетіп қалды. Майтөбенің диқаншылары мақтасын егіп, көңілдері жайланған. Бүгін шахмат ойыны тартысты өтіп жатты. Әңгіме арасында Шарын Қалқанға көз тоқтатып қарап алып, «Үйленбейсің бе?» деді. Қалқан үндемей отырды да, «Пайғамбар жасына келгенде қатын іздеп, қаңғырып қайтемін. Оның үстіне сен өлсең, басқаға үйленбеймін деп Ғалияға сөз бергенмін» дей салды. «Па, шіркін» деді Шарын басын шайқап. Қалқан әңгіме ауанын басқаға бұрғысы келіп, «Кешкі жаңалықтарды көрдіңіз бе?» деді. «Түрік пен кәрістің сериалдарынан босаушы ма еді? Осы зейнетақым қолға тисе, өз бөлмеме теледидар алып қоймасам, бірақ қайбір оңған жаңалық бар дейсің қазір. Лаңкестік, жарылыс, жаға ұстатар, қылмыстың неше түрі көрсететіндері. Жаның түршігеді». Осы кезде үйге ентігіп жүгіріп, Шарынның үлкен немересі кіріп келді де, «Қалқан ата, үлкен жолда Серік аға соғысыпты» деді. Серік қарсы бетке шығып кетіп, біреудің шетелдік қымбат бөлігін соғыпты. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Жигулиді сатып, әкесінің жалғыз сиыры мен қойын сатып әрең құтылды. Әкесі ұлына деген ренішін жасыра алмады. Көпке дейін сөйлемей қойды. Күзгі жиын терім науқаны, аптап ыстық, қол күші жоқтың қасы. Науқан ұзаққа созылды. Біреулер терімшілерге жүгінсе, енді бірі комбайнмен тергізіп жүр. Кешкісін алқаптан қайтқан Қалқан Шарынды кезекстірді. «Қалайсыз, шәке? Қырманның берекесін берсін. Сізді комбайнмен терді дейді. Табыс қалай?» деді. «Қайдағы табыс? Жаз бойы кеткен шығынды жаппаған соң несін айтасың? 5 тонна алдық, 10 центнерден де түспеді». «Иә, бағасы анау, 60-тан өткіздіңіз бе?» «Жауында қалды» деп сортын төмендетіп 55-тен алды. «Өзім 20 теңгеден жинатсам, дәрісі бар ма, литрісі бар ма, селитрісі бар, сонда не қалды маған?» деді жылармандай болып. «Бұлай кете берсе, ел мақта егуден қалады-ау» деді Қалқанда. Серік үйге қозапая түсіріп, көмір төккен күні кеште әкесіне, «Мен Алматыға барып жұмыс істеймін. Қыс бойы үйде жатамын ба?» деген. Шөлмектес достарынан алыс жүрсе, ішкенін қойып кетер деген оймен, адамға ұқсап жүрсең болды деп келісімін берген. Бірақ қалаға кеткен жастардың ауылдан суып, жатсынып, оралмай кететін Қалқан ол кезде жете түсінбеген еді. Арада 3 ай өтті. 1 айдан соң Айдананы 1 аптаға шақыртып, қыдыртып жіберемін деп ақша жіберіп тұрамын деген Серіктің сөзі өтірікке шықты. Айдана да қашанғы шыдасын, қараламын деп төркініне кетіп қалды. Қалқан қалқиып жалғыз қалды. Көктем шыға Қалқан ұлдарын жөнге салмақ боп қалаға жол жүрді. Жол бойы ойға батып, жүрегі сыздады. Бірде жаратқан иесіне, бірде Ғалиясына мұңын шақты. Ешкімге аза бермебем, не жаздым? Құдай, олардың тәрбиесіне айтарлықтай мән бермедім бе? Әкелік қаталдықты да аз таныттым ба екен? Көбіне Ғалияға артып, ертелі кеш жұмыс деп жүргенімде рас. Қай жерден жіберіп алдық? Бізден туған балалар мұндай болмауы керек еді ғой. Ас суынан, киім кешектен тарлық көрмесе болды деп, ұлдарымдың мінезін дұрыс танып, өмір танымына үңіліп қарамай, немкеттілік жасадым ба? Айдың аты басқа, қара сиырдың сүті басқа деген рас па екен? Бүгінгінің жастары шетінен эгоист болып кеткен бе?
Әлде біздің балаларымыз ғана ма? Сен барда қалған екенмін. Ендігі өмірім талқан болмағанына не қалды? Тілімді алмайды бұлар. Бетімен кетті. Қадырың өтті-ау, Ғалия деп ақырды. Ендігі үміті тұңғышы Берікте. Берік Қараторы бағлан жігіт. Берік облыс әкімнің орынбасары болғанда, әкесі қуанышы қойына сыймай, тамыр таныссыз-ақ өз білімімен осы дәрежеге жетті деп мақтанған. Қалқан ұлының үйін адасып жүріп әрең тапты. Берік үйде жоқ екен. Келіні көңілсіз жүр екен. Немерелер де асыр салып күліп ойнамады. Мені жатырқап қалған ба бұлар деп ойлады Қалқан. Шай дайындап жүрген келініне Берік қайда деді. Келіннің көзінен жас ыршып түсті. Қамауда 5 жылға кесті. Соты кеше болды деді. Қалқанның жүрегі тулап, бұл қалай болғаны, не үшін деді. Бюджеттің қаржысын талан-тартарға жетті дейді. Үкіметтің ақшасын жесек, осылай 2 бөлмелі пәтерде тұрар ма едік. Айран ішкен құтылады да, тіреуі жоқ Берік тұтылып отыр деп көз жасына ерік берді. Неге хабар бермедіңдер? Құтылып кетермін, көкеме айтпаңдар деді. Жол жүріп шаршағаны бар. Жайсыз жаңалық қайғысына қайғы жамап, қан қысымы көтерілді. Жүрек түсі шанши берген соң төсекке жантайды. Уайым қайға салдынса да, ренжіп ашуланса да, тілден қалатын Қалқан 2 күн бойы үнсіз жүрді. 3-ші күні келініне Серікке телефон соқ деді. Кешкісін Шымкенттен Алматыға жүріп кетті. Серік әкесін вокзалдан күтіп алды. Әкесінің қатулы қабағын көріп тосылып қалды. Құшақтап амандасайын деп еді. Әкесі де иіле қоймады. Серік әкесін көлігіне мінгізіп үйіне тартты. Қалқан жанында отырған ұлына көз қиығымен қарап алды да, көлік кімдікі деді. Өзімдікі. Қай ақшаң алдың? Серік жауап қатпады. Әке мен бала бір-біріне бөтен адамдардай үнсіз отырды. Көлік зәулім үйдің алдына келіп тоқтағанда ғана, мынау біздің үй деді Серік. Біздің кім? Деді таңғалып. Гуля және мен, деді Серік көзімен жер шұқып. Қалқан мұндай тосын жайды күтпесе керек. Салған жерден ештеңенің байыбына бармай состиып, тұрған орнынан қозғалмай тұрып қалды. Әдемі әйел келіп сәлем бергенде ғана бірдеңені түсінгендей болды. Гуля тамақ қаммен жүргенде Қалқан Серікті сөзге тартты. Бұл Гуля дегенің кім деді. Әйелім, әзірге азаматтық некеде тұрып жатырмыз. Жазда үйленеміз. Өзіңнің жап-жас келіншегіңді мына қатынға айырбастадың ба? Айдана төркінінде емделіп жүр. Сенен бала туамын деп. Өз бақытыңды басқа теппе, үйге жүр. Менің төрімнен көрім жақын. Шаңыраққа ие бол балам деді, жалынғандай болып. Серік әкесіне тура қарап, бармаймын көке деді. Қалқан мұндай қысқа жауапты күтпеген еді. Еңгезердей ұлын желкелеп, ертіп кете алмасында білді. Айтқаны көкірегіне кірмеген соң орнынан тұрды да. Ата жолын бұздың сен. Еріктің пәтеріне жеткіз мені. Одан кейін не істесең де өзің біл деді шарасыз үнмен. Тамақтанып алайық көке деді Серік. Жоқ деді Қалқан түтігіп. Серік әкесіне. Ерік жалдамалы пәтерде тұрса да жағдайы жаман емес сияқты. Тоқал аламын деп жүр дейді. Не істеп жүргені белгісіз. Бүгінде үйінде тұрмайды деп арызданды Қалқан. Сүрінгенге жығылған күледі деді де қойды. Қалқан Еріктің пәтеріне келгенде хиджаб киген келіні сәлем берді. Жүзі сынық екен. Ерік қайда деп еді. Апта бұрын ұлттық қауіпсіздіктен келіп, үйді тінтіп кеткен, содан бері жоқ деді. Өз балаларынан басы шырдай болған Қалқан тағдырдың ығына көріп, кешкісін автобусқа отырып, ауылына қайтты. Қалқан май төбеге жетіп, үйіне қарай бет алып келе жатты. Шарынның үйінің тұсына жеткенде жиналған қара құрым халықты көріп, жүрегі су ете қалды. Оу, бауырымдаған азалы дауысты естігенде, ей жарықтық, сіз де жүріп кеттіңіз бе? Айымыз асып, күніміз өткен екен де, деді. Қалқан үйіне зорға жетті. Әл дәрмені құрып, табалдырыққа отырды да иығынан дем алды. Бұл жалғаннан көшерін сезіп, иманын үйіргенде
әбден зар жұтқан жүрегі соғысын тоқтатқан еді. Май төбеліктер бір күнде екі ақсақалынан айырылып жетімсіреп қалғандай болды. Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, бүгінгі әңгімеміз осылайша аяқталды. Егер әңгіме ұнаса, алған әсерлеріңізді пікір бөліміне қалдыра кетіңіздер, арнаға тіркеліп, лүпіл қалдыруды да ұмытпасаңыздар екен деймін. Менің арнамда келесі кездескенше қош сау болыңыздар, қымбатты менің оқырмандарым. Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға Нұрлан Бекмырзаұлының Зинаның зардабы атты әңгімені оқып бергім келеді. Әңгімемізді бастамас бұрын арнаға тіркеліп алсаңыздар деген өтінішім бар. Ерке қызды болдың деген жүрек жарды жаңалықты ести сала, бір жетіге демалыс алып ауылға келді. Тұңғышын өмірге келген жарына бір құшақ гүл алып ұшып перзентханаға жетті. Сол жерде сыныптастары Архат пен Аршынды да көріп қалды. Олар да ұмар-жұмар болып құттықтап жатты. Әке болғаныңды жумайсың ба, деді Архат перзентханадан қайтар жолда. Мұндай қуанышты атап өту міндетім. Бірақ дей беріп еді Аршын. Ей, бірағыңды қоя тұр. Темірді ыстығында баспақ болар. Қайда барамыз? Деді жеңіл көлігінің есігін аша беріп. Сарандық танытты демесін деп, өздерің біліңдер, деді жеңіл қуанып. Саунаға барып бір демалып қайтсақ қалай қарайсыңдар? Деді Архат. Аршын бойын желік алып. О, табылған ой, көп болды бармағалы деп еркеге көз жүгіртті. Үшеуі ыстық бу қабылдап болған соң денелеріне жамылғы жауып сыра ішті. Өткен кеткенде еске алып әзілдесіп отыр еді. Сыртқы есік ашылып 18-20 жастағы Аршын төсті 3 сұлу кіріп келді. Әлгінде Аршынның телефон арқылы әлдекімдерді шақырып жатқанын Еркенің құлағы шалғанды. Енді өңі бұзылып, жігіттер, бұларың қалай? Өзіміз отырамыз деп едік қой, деді. Қам жеме, бұл біздің қалтамыздан, деді Арқат, алақан ысқылап. Аздан соң Арқат та, Аршын да бір-бір қызды ертіп, көрші бөлмелерге кіріп кетті. Ерке өзін қалай ұстарын білмей дал. Өзімен оңаша қалған қызды иығына төгілген қалың шашы, ақ дидары бар еркін жаулап барады. Әйел затына деген құмарлығы ояна бастағанында рас еді. Дегенмен арын сақтап нәпсісін тия алды. Құр отырғанша деді ме, әлде қызығушылығы артып, есімің кім, деді. Ақсұлу, осы күнге дейін жезөкшемен бетпе-бет кездеспеппін. Соңынан тілін тістеп. Кешір, сені айтпаған едім. Ойыңдағыны айтып салдың, жарайсың, деп күрсінді де орындыққа жайғасты. Ішпейсің бе, деді Ақсұлу. Жоқ, сусын ішіп отырмын. Онда мен ішемін, деп шөлмектегі сыраны ұрттап қойып, темекісін тұтатты да, уақытымыз аз, уақыт ақша екенін білесің, деді. Тәнін саудалап отырған мына бойжеткенді Ерке шын аят. Бір жағынан жаны жерген. Аласың ақшаңды. Атаның бар ма? Деді қабағын түйіп. Ақсұлу қарсысында отырған жанға ерсі қылықтары тым ұнамайтынын сезіп, табиғи болмысына түсіп, бар, деді. Не іс түсті басыңа? Қалай келдің бұл жолға? Оншалықты майын тамызып айтатын өмірбаяным жоқ менің, деді де ажары сынып үнсіз қалды. Ұяты оянғанын сезген Ерке сөздерін буа сөйледі. Зина жасау кешірілмес күнә. Екі дүниеде де Алланың қаһарына ұшырайсың. Ақыретте жаратқанның жүзі сенен теріс айналады. Қаласаң көмектесейін. Алматыға кел. Адал еңбекпен ақша табасың. Оқуға түсесің. Кеш батып барады. Райыңнан қайтар болсаң, деді де тілдей қағазға телефон номерін жазып қолына ұстата салды. Құрдастарын күтпестен даяшымен есептесті де үйіне қайтты. Ерке әйелі перзентханадан шыққан соң
3 күн жанында болды да Алматыға қайта кетті. Анасы кетерінде: «Балам, енді балалы болдың, көз алдымызда бол. Құрылыс ісі мұнда да жетеді» деген. Бір күні Еркенің телефонына бейтаныс номерда қоңырау соғылды. Ақсұлу екен. Күтіп алды. Ертесіне ақ дүкенге сатушы етіп жұмысқа тұрғызды. Ақсұлу пәтер тапқанша Еркенің қызметтік пәтерінде тұрды. Ақсұлудың таңғы шықтай мөлдіреген көздеріне ұялаған қайғы бұлты сейіліп, жүзі нұрланып сала берді. Өткенді ұмытып, көңілді жүруге тырысты. Ерке жұмыстан келгенде кешкі асын дайындап күтіп отырды. Ерке сүйеніш, таяныш болатын ағалық мейірімнен әріге бармады. Өмірің алда, жібі түзу жігіт тауып, ерге шық деп ақылын айтты. Ерке бір бөлмелі арзан пәтер тауып, Ақсұлуды қуантайын деп жұмыстан ертерек келген. Ақсұлу бір уыс боп егіліп жылап жатыр екен. Ерке оны бауырына басып төсіне қысты. Ақсұлу өз қамқоршысына жас баладай тығыла түсіп: «Өткенім есіме түскенде ішім удай ажиды. Мендей күнәһарды Құдай кешпейтін сияқты» деп көңілі сынып, ыза болып мұңын шақты. Ерке пәтер жайлы ештеңе айтпады. Ақсұлу бірінші жалақысын алып, қарт анасына жіберді. Екеуі ағалы қарындастай күн кешті. Өміріне бақыт сілтеп, жөнге салған Еркенің үмітін ақтағысы келіп барын салды. Тек тегеурінді тағдырдың араздығы оған ырық бермеді. Бүгін құрылыс басында жиналыс болып, Ерке үйге күндегіден кеш оралды. Ас бөлмесінде сыра ішіп отырған Аршынды көріп сасып қалды да: «Қалай таптың?» деді. Телефон үйде қалдырып кеткені есіне түсті. Өз сұрауына жауап алғандай болды. Ерке Аршынның қылмыс жасап қашып жүргенін естіген. Енді басына бөтен ойлар келе бастады. Аршын орнынан тұрып, амандаспаққа құшағын ашып қолын созып еді. Ерке оның қолын қағып жіберді де: «Қайда ол?» деді. Аршын басын кіжірейтіп: «Жезөкшең бе? Сайқал, көрмейсің бе бет аузымды тырнап тастаған?» дей беріп еді. Ерке оның жағасынан алып итеріп жіберді. Удай мас екен, шалқасынан құлады. Ерке жуынатын бөлме есігін бұзып кіргенде Ақсұлудың өмір шамы сөнген екен. Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, әңгіме осылайша аяқталды. Егер әңгіме ұнаса, алған әсерлеріңізді пікір бөліміне қалдыра кетіңіздер. Лүпіл басып арнаға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Менің арнамда келесі кездескенше, қымбатты менің оқырмандарым. Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға «Бет ашар» атты әңгімені ұсынғым келеді. Әңгімемізді бастамас бұрын арнаға тіркеліп алсаңыз деген өтінішім бар. Қараңғы бөлменің бір бұрышында бүрісіп жылап отырған Бануды ешкім басынан сипап, жылы сөздер айтып жұбатпады. Даңғырадай іші жиһазға толы, керемет үйді жылу жүйесі жылтып тұрғанмен, Банудың жанын жылтатын ешкімі жоқ. Кезінде шат күлкі кетпеген бұл бөлмелер үнсіздікке толы. Осыдан 2 ай бұрын Банудың әке-шешесі көрші ауылдағы ағайынның тойына барған еді. Жолда көлік апатына ұшырап, екеуі бірдей көз жұмды. Бану бұл отбасының жалғыз қызы еді. Енді отбасының жалғыз мүшесі болды. Қайғылы қазадан кейін 2 ай өтсе де, Банудың көзі құрғамады. Тым болмаса, жақын тартып араласатын туыстары да жоқ. Бану 11-ші сыныпты биыл бітіреді. Өзі ай десе аузы, күн десе көзі, талшыбықтай, қасы көзі қиылған қазақтың қара домалақ сұлу қызы. Мектепте жігіттер қызға, қыздар қызғана қарайды. Қолынан өнер тамған, киім пішу, тоқыма тоқуды анасынан меңгерген. Анасы екеуі тіккен киімдерін тіпті таласып сатып алып жататындар еді ауылдастары. Өлінің артынан өлмек
жоқ емес пе? Келесі күні таңертең Бану өз-өзіне келіп, болашаққа жоспары жайлы ойланды. Көрші ауылда ағайын туыстары қызды жалғыз қалдырмай өз үйіне тұруға шақырды. Бану келсе кетті. Үйін құлыптап, сатылады деген тақтайша ілді. Керек жарағын алған ол бірден автобусқа тартты. Әкесінің ағайынды інісі Мұрат аға өте ақ көңіл кісі екен. Банудың қалын сұрап, жұбатып, жақын тартып жатыр. Ал жеңгесі Сая іші тар, қызғаншақ адам екені бірден білініп тұр. Банудың сәлемін алмастан ала көзбен бір атып, жақтырмаған даусымен шайға шақырды. Мұрат пен Саяның 2 баласы бар. Үлкені 5-ші сыныпта, кішісі 2-ші сыныпта оқиды. Бану жеңгесінің мінезінен сескеніп, өзі қысылып сасып қалды. Бірақ Мұрат ағаның жылы шырайын көріп, қайта жаны жай тапқандай болды. Осылай күндер өтіп жатты. Жаңа мектепке орнығып, достарына да үйрене бастады. Кішкене болса да қайғы мұңынан ажырағандай болды. Күнделікті үйдің жұмысын Сая Банудың мойнына артып қойды. Сабақтан келе сала Бану осы үйдің отымен кіріп, күлімен шығатын болды. Саяның балаларының кірін жуып, сабақтарына көмектесті. Осының кесірінен сабақ үлгерімі де нашарлап кеткен. Кешке дейін жұмыстан қолы босамайды. Кешкісін шам жақса ақша кетеді деп Сая айғай салады. Бір үйдің еркесі Бануды жеңгесінің мұндай қылықтары қатты қиналдырды. Бірақ Мұраттың көңілін түсірмеуге тырысқан Бану бәріне көнді. Құдай оңдап, үйі де жақсы бағаға сатылды. Осы ақша мен оқу орнына түсем деген үміт Бануды жетелеп жүрді. Банудың санасында болашаққа деген үміт оты жанды. Үйдің ақшасының біразын Мұрат ағаның балаларына киім-кешек, ойыншық алып беріп, қалғанын чемоданына салып тығып қойды. Түн жарымда Саяның айқай естілді. Ұры түсті, ұстаңдар деген дауысты естіген Бану жүгіріп шықты. Сая жерде Банудың чемоданын ұстап отыр екен. Банудың бар арманы, үмітінің соңғы жібі үзілгендей болып жерге отыра кетті. Көзінен тамған жастары бірінен соң бірі үзіліп жатты. Ешқандай ұры келмегені айдан анық. Саяның қулығы тағы да жүзеге асып кетті. Әттең, қолмен ұстамаған соң оны айыптауға ешқандай дәлелі жоқтығын, ешқандай дәрмені жоқтығын сезінді. Сиырының ақшасы, үйінің ақшасы, арманы, үміті, сенімі бәрі көкке ұшты. Тек бір апта өтпей жатып, Саяның кредитке деп алған қымбат жиһаздары, кредитке деп алған қымбат тон, қымбат етігі осының дәлелі еді. Мектеп біткен соң Бану ойланбастан қаладағы Сара деген бұрын бірге оқыған құрбысына қоңырау шалды. Қалаға жақын күндері баратынын ескертіп, Сара да құрбысының келуін күтіп жүрген еді. Қуана қарсы алатынын айтты. Қала, зуылдап жатқан бітпейтін таусылмайтын көлік, автобустан аузы ашылып, жан-жағына жатырқап түскен Бануды Сара алыстан ақтанды. Тек Сараны тану мүмкін емес еді. Шашын сарыға бояп, қысқа белдемшесі желбіреп, биік өкше туфлиін анық басып келе жатқан қызды Бану бірден танымады. Жақындап келгенде ғана көрген ол мойнынан құшақтай алып жылап жіберді. Сара әке-шешесіне көңіл айтып, жолдың жиегінде тұрған көлікті меңзеді. Құрбысының көлік айдағанына тамсанған Бану шын жүрекпен қуанды. Екеуі Сараның пәтеріне келіп, 3-4 сағат сырласты. Бірін-бірін қатты сағынысқан құрбылар шәй ішіп отырып, бір жыласып, бір күлісіп, өткенді ой елегінен өткізді. Бану өкінішке орай жоғарғы оқу орнына түсе алмады. Қатты қамықты. Бірақ бір жағынан жұмыс істеп ақша тапсам, кейін оқып алармын деп те ойлады. Сара таныстары арқылы Бануды даяшы етіп жұмысқа орналастырды. Күндер, айлар өтіп жатты. Қаланың жайына үйреніскен Бану жақсы ақша таба бастады.
Ақшасын Сараға беріп тұрды. Сараның өзі әнші еді. Түнделетіп мейрамхана, дәмханаларда өлең айтып, нәпақасын тауып жүреді. Қалтасында әрқашан ақша жүреді. Жұмыс, үй, жұмыс. Осы екі арада ғана жүретін Бануды Сара бір көңілін сейілтіп, достарымен болатын кешке алып шықпақшы болды. Сараның жүздеген көйлегінің ішінен ең әдемісін кигізіп, бояндырып еді. Бану керемет жайнап шыға келді. Алғашында келіспей қойған оны құрбысы күштеп үйінен шығарды. Сараның достары өзі сияқты ашық жарқын екен. Кезек-кезек ән салып, көңілді отырды. Бану да енді үйренсе бастады. Әншейінде ауыз жаппас, Нұрлан бұл жолы бәрін таңғалдырды. Аузына сөз түспей қысылып отырды. Бұның себебін бәрі түсінді-ау деймін. Бірден вальс қойды. Нұрлан Бануға жақындап келіп биге шақырды. Екеуі бұл биді үнсіз биледі. Бірін-бірінен ұялып, бірі қызарып, бірі бозарып, тіл қатыспады. Нұрлан әнші жігіт, өте сымбатты, сыпайы, нағыз ер жігіт екен. Негізі Сара екеуі Нұр Сара атты дуэт құрған. Бірге көп деген тойларда елдің батасын алып, керемет дауыстармен тамсандырып келеді. Ал Сара сырттай Нұрланға ғашық. Мұны Нұрлан сезеді. Бірақ Сараның қыңыр мінезін онша ұнатпайтын еді. Енді міне, бір көргеннен Банудың сұлулығына, биязылығына байланып қалған Нұрланның көзінен махаббат ұшқыны байқалды. Сара да мұны байқап, қызғанып, іші оттай күйіп жүр. Мектеп кезінде де Сара ұнатқан жігіттер Бануға көңілдерін білдіруші еді. Тағы да солай болды. Бану білдірмегенмен Нұрланды бірден ұнатып қалды. Кеш біткен соң Сара мен Бануды Нұрлан шығарып салды. Сараның Бануға деген көңілі суып кетті. Бұрынғы қайырымды Сара енді жоқ. Киімін қызғанып, болмашы нәрсеге сөйлеп, қабақ шытатынды шығарды. Бірақ махаббаттың торына іліккен Бану оған мән бермеді. Арман мен қиялда ұшып бірге жүрді. Бану мен Нұрланның арасында махаббат өрбеді. Күнделікті кездесіп, айлы түндерде қала көшелерін кезетін болды. Нұрлан домбырасын әкеліп, Банужан, екеуміз үйленгенде саған беті жар жырын өзім шырқаймын. Тыңда міне, былай тұра тұр, бетіңді мынаумен жаба тұр деп киімімен жауып, айт келін-ау, айт келін деп шырқай жөнелетін. Көшедегілер таңырқап та, таңсанып та қарап өтетін. Бану киімнің астында ішек сілесі қатып күліп тұратын. Құшақ-құшақ гүлге Бануды қарқ қылды. Екеуі ғашықтар көлінде жүзді. Дүниедегі болып жатқан жағдайларға қарамады. Бейне бір басқа әлемде сияқты. Сара болса, Бануды жек көргені соншалықты, тіпті одан құтылудың жолын қарастыра бастаған еді. 8 наурыз еді. Нұрлан Бануды кешкі сағат 8-де орталық паркке шақырды. Өкінішке орай қаланы білмейтін Бану Сарадан көмек сұрады. Осыны пайдаланған Сара ойланбастан басқа парктың мекен жайын сызып берді. Әдемі киініп, дайындалып, Бану кездесуге шықты. Саябаққа келген Бану кіреберіс есікте ұзақ күтіп қалды. 1 сағат, 2, 3 сағат Нұрлан келмеді. Қараңғы түсіп қалған еді. Ал Сара бұл кезде Нұрланға телефон шалып, Банудың басқа жігітпен кетіп қалғанын, оған сатқындық жасағанын айтты. Нұрланның қызғаныштан көзі қарауытып, естігеннің бәрін шын көріп тұрды. Бану қатты тоңып, көзінен жас тамшылап, подъезге жақындап келе жатты. Нұрланға ашуланып, бір жағынан бір нәрсеге ұшырап қалды ма деген ой көңілінен кетпеді. Кенет бұрылыстан шамын жақпай ұшып шыққан көлік оны қақты да кетті. Көзін ашса, палатада жатыр екен. Жанында медбикеден басқа ешкім жоқ. Аяқтары қатты ауырып тұр. Жай басын көтеріп қарап еді, есінен танып қала жаздады. 2 аяғын тізеден төмен кесіп тастапты. Бар даусымен айғайлап жылай бастап еді. Медбике құшақтап жұбатты. Қайтсын, жанында демеу болар ешкім жоқ. Медбикенің аяныш сезімі еріксіз қызды құшақтап жылы сөздер айтқызды.
аспан жерге түскендей, бүкіл әлем одан теріс айналғандай еді. Бір апта жатты. Осы бір аптаның ішінде ешкім келмегені жанына батты. Әттең, әке-шешем-ай, жанымда болсаңдар, жылы құшақтарыңмен жылтар едіңдер, мейірімдеріңді сағындым. Неге мен? Бір кезде Мейірбике сүйінші сұрағандай, Бану, жігітіңіз күтіп тұр деді. Өз құлағына өзі сенбестен Бану ұшып тұрайын деді. Бірақ аяғын көріп көңілі қайта түсті. Палатаға кірген Нұрлан Банудың жанына ақырын жайғасты. Бану қуанып, қолын ұстайын деп еді, Нұрлан қолын тарта қойды. Қалайсың деді. Өзің көріп тұрсың ғой, деп Бану жылап жіберді. Кешір Бану, мен қоштасуға келдім деген Нұрланның сөздері жығылғанға жұдырық болды. Кішкене болса да жанына жұбаныш іздеген Банудың жүрегі қағайырылды. Нұрланның соншалықты қатыгез екені ойы түгіл түсіне де кірмеген еді. Кешір, ата-анама сау келін керек қой, сен де мені түсінші деді. Бану үн қатпады, терезеге тесіліп жатты. Көзінің жасын сүртті де, кете бер, бақытты бол, деп нақ-нақ жауап берді. Осыны күткендей Нұрлан тұрды да шығып кетті. Бану бұдан соң жыламады. Қайта мұндай сатқыннан дер кезінде құтылғанына тәуба етті. 2 аптадан соң дәрігерлер қыздың жағдайын біліп, мүгедектер арбасын тауып берді. Ауруханадан арбамен шыққан қыз бірден Сараның үйіне тартты. Сара есігін ашты да, ренжіме Бану, мынау киімдерің, менімен бірге тұра алмайсың, саған бір адам қарау керек қой, деді кемсітіп. Бану Сарадан осыны күткен еді. Себебі оны Сараның көлігі қаққанын сезген. Киімдерінің арасынан тек керектілерін теріп алайын, көтере алмаспын деп ойлаған Бану, киімдерін ақтарып отырып, анасы екеуі тіккен көйлектерін көріп, көңілі босап кетті. Бар ішіндегі жиналған қайғысын көйлекті бетіне басып отырып жылап шығарып алды. Бұны көріп тұрған Сара еш аяушылық танытпады. Қайта Нұрланға қолы жететінін сезініп қуанып тұрды. Тіккен киімдерін Бану орталық базардың алдына жайып қойды. Мүмкін мүгедек тіккен көйлектерді біреу аяп сатып алатын шығар деп ойлады. Негізі осы отырысына өзі қатты қынжылды. Киімдеріне мән беріп жатқан ешкім жоқ. Бірақ сұлу қыздың бұл отырысы көбісінің көңілін жабырқатты. Кеш те батып қалған. Қалтасындағы азын аулақ тиынға жақын жерден барып ыстық нан алып келейін деп арбасының дөңгелегін айналдырып кетті. Нан алып келе жатыр еді. Оның киімдеріне бір өте сымбатты, қымбат киінген үлкен келіншек тамсана қарап тұрғанын байқады. Жанына ұшып келіп, апай бірдеңе іздедіңіз бе? Ұнады ма? деп алғашқы жақындаған адамына қуанып кетті. Бұл дүниелерді кім тікті, кім тоқыды деді. Мынаны мамам, мынаны мен деп мақтаныш сезіммен көрсетіп жатыр еді. Майра сүйсініп, менің салоныма жұмыс істейсің бе деді. Алланың өзі жіберген бұл мүмкіндік екенін түсінген Бану қуанып кетті. Салоны керемет екен, іші үлкен. Майраның қол астында 6 қыз жұмыс істейді екен. Тек байлар киінетін салоны шамасы. Бану бірден тігілген, пішілген киімдерді қызықтап кетті. Майра Бануға таза киім беріп, қызды жөніне келтірді. Бірден жалақысын келісіп алды. Бірақ қазір Бану жалақыны ойлап тұрған жоқ. Қалай базарда түнеймін деген қорқыныштан құтылғанына қуанып отыр. Майра өте ақ көңіл, қайырымды келіншек. Жалғыз ұлы бар. Ол шетелде дәрігер болып жұмыс істейді екен. Бануды өз қызындай көріп кетті. Банудың да қолынан өнер тамып тұр емес пе? Оның тіккен бұйымдарына сұраныс та артып, Майраның ісі оңға басты. Майра ұлы Сәбитті әуежайдан күтіп алды. Жолай болған оқиғаларды Бану жайлы бәрін айтып берді. Келе салып Сәбит Банумен танысуға асықты. Себебі өзі дәрігер болған соң әрқашан қол ұшын беруге асығып тұратын.
Банудың сұлулығына тәнті болған Сәбит бірден шетелдегі қызметтестеріне хабарласып, Бануға протез аяқ салдыруға келісті. Мұндай мейірімділікті бұрын соңды көрмеген Бану бұл кісілерге шексіз риза еді. Бір айдан соң Бану мен Сәбит Израилға ұшты. Ол жақта 3 апта болып қайта Қазақстанға, аяқтан еш айырмашылығы көрінбейтін, білінбейтін, жасанды аяқпен қайтқан Бану бақытты еді. Бір-біріне бауыр басып қалған екеуі қалай ұнатып қалғандарын да байқамай қалды. Сондықтан Сәбит Бануға үйленуге ұсыныс жасағанда ол ойланбастан келісті. Тойға аз күн қалды. Тамады таңдап тұрған Бану газет бетіндегі Сара мен Нұрланның суреттерін көзі шалып қалды. Сәбиттің оның ергелігін көтеретінін білген Бану: «Тойымызға 2 тамады жалдайықшы» деп өтінді. Сәбит Банудың айтқан екі етпейтін. Бану Сара мен Нұрланды және тағы бір тамадыны жалдап қойды. Той да басталды. Керемет көліктен, өзі тіккен керемет көйлегімен түскен Бану шын бақытты еді. Мейрамханаға кірерде бетіні фатамен жауып алды. Фатаның ар жағында Нұрлан қолында домбырасын ұстап дайын тұр екен. Жанына келгені Банудың бетін ашуға құлшынып: «Айт келін-ау, айт келін!» деп сайрай жөнелді. Таныс дауыс, таныс ырғақ. Банудың есіне сол кездер түсті, бірақ өкініш жоқ. Ол жай ғана мағынасыз естеліктер еді. Осы отырған ағайынға бір сәлем деп шабыты тасып тұрған Нұрлан домбыра мен фатаны көтерді. Ар жағынан сұлулыққа тұнып тұрған Бануды көргенде суық суды бастан аяқ құйып жібергендей сезінді. Өкініш өзегін өртеп бозарып қатты қынжылды. Сара да құрбысының қандай дәрежеге жеткенін байқап, аузы ашылып тұрып қалды. Оның қолынан жұлқып ұстаған Нұрлан киініп сыртқа шығып кетті. Ол кезде Сәбит пен Бану бақыт вальсінде айналып жатқан еді. Дүние кезек, бәрі өткінші, тек үмітіңді үзбесең болғаны. Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, мен сіздерге осындай мағыналы, әсерлі әңгімені тарту еттім. Әңгіме ұнаса, лүпілдеріңізді аямаңыздар, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны қарайтып, все деген батырмасын басып қойсаңыз, менің күнбегін оқып отыратын әңгімемді жіберіп алмай тыңдап отырасыз дегім келеді. Ендеше мен сіздермен қоштасам, қымбатты менің оқырмандарым, менің арнамда келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.